Йо, жігіттер, ассалаумағалейкум. Әдемі қыз қарап тұрса, осы үш нәрсені істегенін дұрыс. Нөмір бірінші ол бізде қорықпай, тура оның көзінен қарау, және де көзінді бірінші болып алмау. Ал құттықтаймын, саған әдемі қыз қарап тұр. Не істейсің? Уйбай, маған қарап тұрсың ба не? Жоқ әлден артында қызға қарап тұр екен деп, жігіттер шошып кетеді көбісі. Шошымаңдар, джентльмендер, ол саған қарап тұр. Өйткені сен досым кереметсің. Сонымен қыз саған қараған кезде сен де оған тура көзіне қарау керексің. Және де ешбір уақытта, ешбір жағдайда көзіңді бірінші болып алушы болма. Өйткені сен көзіңді бірінші болып алдың ба, значит сен ол қызды өзінен жоғары қойдың. Сен оған бағынуға жөн көрдің. Қыздар әрдайым мықты күшке қарай тартылады. Олар сені сол арқылы тексергісі келеді. Олар сенің өздерінің бағынуға тұрарлық еркек екендігіне көздерін жеткізгісі келеді. Осы себепті олар саған қарай қалады. Осы кезде өте маңызды, көзіңді алмай, тоже в ответка оларға, былай емес енді, спокойный лицомен қарап тұрасың ғой. И осы жағдайда, егер де қыз көзін өзі бірінші болып ала қалса, ол сені мықты еркек екендігіне көзін жеткізді. Және де, егер де ол кішкене басқа жаққа қарай қалады, может ұялып кетеді, а может күліп жіберсе, оның барлығы өте жақсы белгілер. Нөмір екінші, ол қызды сырттай бақылау. Құттықтаймын досым, сен ана қызды көзбе-көз қараудан жеңіп кеттің ғой. Әкешпесті. Жарайды, енді, когда біз көзбен атысудан отқан кезде, ендігі мақсат керісінше оған қарамай, оны біраз сырттай бақылау. Бұл не үшін керек? Бұл қыздың бізге қарағаны кездейсоқ емес екендігіне көз жеткізу үшін керек. Яғни ол саған именно ұнататын көздермен қарағанын білу үшін керек. Сол себепті біз осылайынан енді оған және внимание бердік қой, біз толығымен оған қарадық қой, бүйтіп көзіне қарап тұрдық, толығымен внимание бердік. Енді біз вниманияны қайтадан тартып аламыз да, как будто біз оған бізге бәрібір сияқты түр жасаймыз. Қыздардың барлығы толығымен айтқанда просто мысықтар сияқты ғой. Яғни сен бірінші оған внимание бересің, кішкене мысықты бүйтіп басынан сипалайсың, а потом до конца сипаламай кетіп қаласың ғой. И мысық өзі-ақ саған жетіп келеді ғой, қайтадан мырю деп. Ал егер сен қыздың, мысықтың артынан қуалай кетсең, өзің жүгіріп қаша кетеді ғой. Көрдіңдер ме? Қалай күшті түсіндірдім, Короче, қалайша біз бақылаймыз. Міне. Просто енді кішкене бүйтіп тұрасыңдар да, ақырын ғана өз істеріңді істеп, көзінің қырымен ғана қарап қоясың, что қыз саған қарап тұрғанын, екі рет, үш рет қарағанына көз жеткізу керек. Ол үшін сен просто так, может, соткыңды алып бірден кестеп тұрма болады там. Досымен жазысып или тиктоктағы тупой видеоны көріп. И, соответственно, мына көзімен қарап қоясың, ол саған қарап тұрған. Егер де осыған қайтадан қарай бергенін сен байқасан, периферийный взглядпен, ендігі мақсатын сенің сол қарап тұрған көзін ұстап алу. Яғни сен қырғана бетіп жасап тұрасың да, а потом болды ғой, міне. Осылай қарайсың да, көзбе-көз омен кездесіп қаласыңдар, қайтадан әдейі сен қағып аласың оның көзін, а потом кішкене күле қаласың өтірік. Вот. Бұл арқылы сен толығымен қызға деген қызығушылығыңды, оның қызығушылығын барынша көтердің ғой. В общем-то, жағдайдың бәрі кинодағыдай болды ғой. Нөмір үшінші. Ол қолда бар барлық жұмыртқаларды қысып ап, онымен танысуға бару. Жігіттер, танысу керек. Мына біреу чортты енді алып бүйтіп қалтаға тығу керек. Себебі болды. Біз енді
әлемге өзіміздің ашық екенімізді көрсетеміз. Вообще, когда сен телефонмен бүйтіп тұрған кезде, бұл сенің жабық екендігіңді көрсетеді. Когда сен уайымдаған кезде, нервничать еткен кезде, сен телефонға автоматически кіріп кетесің, себебі бұл как будто сенің тығылатын жерің сияқты. И осы кезде ешкім саған келмейді, ешкім сенімен сөйлеспейді. Өйткені олар көріп тұр ғой сен бос емес екендігіңді. А когда сен телефонды қалтаға салғанда, come on baby, бұл сенің ашық екенді көрсетеді әлемге. Енді осы кезде барып таныса берсек болады. Короче, қызға қарата барамыз. И сонымен, привет, қалайсың? Деген сияқты сұрақ қоямыз. Қиындатпаңдаршы, өмірді қиындатпаңдар, просто жаңағы сөзді айтамыз. Осы кезде қыз саған екі жауап қайтарады. Біріншісі ол привет, нормально деп басқа жаққа қарап алуы мүмкін. Бұл сенімен оның сөйлескісі келмей тұрғанын көрсетеді. Яғни ол саған жабық болып тұр. Ары қарта оны может добивать етсең болады, енді может етпей қоясың. Короче, уже реакциядан-ақ көрінеді ғой. Қаламай тұрса, значит қоя салу керек деген сөз. Ал егер де ол саған айтса, о, привет, жақсы, я, өзің қалайсың деген сияқты сұрақ қойса, онда значит ол сенімен сөйлескісі келіп тұр, значит можно продолжать. Одан ары қарта енді оның кәдімгі өзіңді таныстырасың ғой. Есіміңіз кім болады? Дана. Дана, танысқаныма өте қуаныштымын. Мен Малин боламын. Деген сияқты өзіңді айтасың. Енді осыдан кейін просто әңгімені расширять ету керек дальше. Просто сендер білмеймін не айтатындарын, но мен фразам бар өзім жақсы көретін, мысалға как. Ал Дана, сонымен не айтасың? Осы сөзді айтқан кезде қыздар көбінесе алып қалады да, түсінбей қалады, типа не айтасың деген сияқты. Бұл арқылы сен қыздарға әңгімені өздеріне бастауға мүмкіндік беріп тұрсың. Яғни олардың ішінде бар бірдеңке айтқысы келіп тұрған нәрселерін айтуға бастауға мүмкіндік бересің. И осы кезде олар бір теманы бастайды, и сен оны ары қарта қағып аласың да дальше больше жалғастыра бересің. Бұл өте керемет универсальный фраза болып саналады. Қолдансаңдар болады, а так можете өздерінің басқа өздерінің ұнайтын способтармен кез келген нәрсені айтып таныса берсеңдер болады. Ең бастысы ең соңында танысқан кезде, танысып біткеннен кейін оның нөмірін мен немесе Инстаграмнан алуға ұмытпаңдар. Ападан білесіңдер ғой, уже не істеу керек екенін ары қарта. Үйретпей қойын. Сендер менен ақ керемет біліп тұрсыңдар ары қарта не істеу керектігін. Так что сонымен болды жігіттер. Видео ұнаса лайк, подписка және де келесі видеоларда кездескенше.